балдарымыз. Бұл біздің ең алғашқы видеомыз. Сіздерге осы жерде қайсысы таныс? Маған ең танысы бургер, және чикен, және пицца, және лаваш. Ал сіздерге қайсы таныс, соны комментке жазып кетіңіздер. Бүгінгі біздің видеода мама папаларымыздың кішкентай кезінде жеген тағамдары, бізге ең қызығы мама папаларымыздың кішкентай кезінде жеген тамақтары. Видео басталмастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментке сіздерге қай тамақ таныс, сол тамақты жазып кетіңіздер. Біздің кезіміздегі тамақтар, олар қандай десек, бұл жерде қазір ең қызық нәрсені көрсетейін. Мынау не, балалар? Мынау не? Пияз, қуырылған пияз, иә? Бізде мынандай бургер, мынандай лаваш, пицца, ондай ешқандай не болған жоқ та. Сол кезде біз мынандай пиязды майға қуырып аламыз. Майға ше, сөйтеміз да осылай. Бөлкен нанды алып аламыз. Сөйтеміз да осылай жағып жейміз. Жек көрдің ба, Маржан, сен осындай? Жоқ. Сен ше, Інжу? Жоқ. Нұрислам? Жек көрмегесіңдер, ешқашанда. Біз енді біздің кезімізде мынандай нәрселер болған жоқ. Сол үшін біз осындай нәрсе жедік. Біз үшін мынау бургер, пицца. Иә, бургер, пицца ма сондай. Міне бір тағам түрі. Міне. Енді тағы бір түрі бар. Мынау не? Сармай, май. Сармай, иә? Сармайды былай жағып аламыз. Осылай жағып аламыз да. Қазір. Енді сендер де майды жағып жейсіңдер ғой? Бірақтан біздің жеген майымыз совсем басқа болды ғой. Міне, мысалға май жағып алдық. Енді нан ішінен қайсысын қосуымыз мүмкін? Қант. Қант немесе варенье. Міне нан қара. Қантты былай бүйтіп себеміз. Енді мынаны жегенде арманда, жемегенде арманда. Міне осылай. Біздің бұл, қалай айтсам, осындай бургер, сондай тәтті бургер деп қояйын да. Осылай. Я болмаса ненің орнына варенье деп бүйтіп қосып жіберсек те болады. Осылай. Бұл екінші түрі біздің тағамыз. Сосын кейін мынау қазір не мынау? Майонез. Жаңағы соус, иә? Ненің соусы ғой, иә? Ал біздің кезімізде мынандай соус болған. Мынау, короче, аты жаңағы салат дейсіңдер ғой. Салат дейміз ғой, бірақ Сицилия дейді болмаса. Міне осындай мынандай сусындар. Халадей және үй компоты. Тархун деген бар ғой. Біздің кезімізде де болды. 95 жылдан бері қарай 2000 жылға дейін сөйтсем әлде де магазиндерде бар екен. Осы тархун тауып алдым бүгін. Арнайы осы видео үшін. Мынаның ішінде компот, мен қайнатқам дейсің. Спрайт ол бұрыннан бар, әлде де бар. Кола да бар, иә? Және кесел. Мынау енді кесел. Кесел дегенді қай жақта іштіңдер сендер? Сосын? Алматы. Сосын? Шымкент. Сосын лагерде, иә? Лагерде де бере ма, Нұрислам? Кеселді? Иә, компот. Сендер білесіңдер, ал кейбір балдар білмеуі мүмкін. Сондықтан комментке жазып кетіңдер. Кім кесел ішіп көрді, дәмі қандай, бөлсіңдер, сол жайлы. Қызық. Мына жерде мысалға, мынандай нені ата-аналары көрсе, мына видеодағы біздің кезіміздегі жаңағы бургерлерді көрсе, ата-аналарынан сұрабаса да болады, осындай бургер болды ма шынымен сіздердің кезіңізде деп. Ата-аналары тағы қандай жаңағыдай сіздердің кезіңізде тағы қандай осы сияқты ерекше тағамдар болды. Енді сосын мына жерде мынандай коржик, бұл әлде де бар. Иә, болды. Біздің кезімізде де болды. Мамам маған сусындардан ең қызығы мына сок болып тұр. Сен ішіп көргесің ба, Тархун? Жоқ, мына төртеуін ғана ішкен, тек наны ғана бірінші рет. Мен сендерді кеселді бірінші рет іше ма десем, кесел бұрын қайнатып берген екем, иә? Дәмін көрген екен. Иә.
мен мынаны бүгін сендер біледі ғой десем білмейсіңдер ма? Иә. Тархун дегенді? Енді Онда тоже комментке жазып кетіңдер, тархун дегенді ішіп көргенсіңдер ма, жоқ па? Иә, ата-аналарынан сұрап көріңдер, мама папаларынан. Тархун деген болды ма сіздердің кездеріңізде шынымен де деп ше. Так, енді ойын ойнаймыз ба? иә. Қандай ойын ойнаймыз? Мысалға, сендер қазір бір ойын ойнайтын болсаңдар, кім бірінші, кім екінші деген қалай анықтайсыңдар? Сулифамен, иә, сулифамен анықтайсыңдар. Ал бізде сулифа емес, бізде жаңағыдай апам шелпек пісірді, санап көрсең 12 деген сондай ойын болды да. Одан кейін алма кетті домалап, көше бойын жағалап деп солай анықтағанбыз. Кім алманы табады, сол ойыннан шығады деп. Соны естігесіңдер ма? Иә. Еркебан, сен ше? Естігесің ба? Әлде де ойнайды екен, иә, балалар? Мен білмейді екенмін оның ойнайды, ұмытып кетті ма десем. Енді сулифамен таңдайсыңдар ма, жоқ жаңа алма кеттімен таңдаймыз ба? Алма кеттімен таңдаймыз ба? Иә. Давайте, онда мен түсіріп тұрамын. Енді кім бастасын? Үлкеннен Үлкен сыйлайсыңдар ма? Иә. Болды, кеттік. Маған тұра берсін. Арасына кетпей қойып та. Вау, қайсысын жегің деп тұр? Інжу ішінде. Қайсы қыз болып тұр? Жек көрмегесің ба? Сен ше, Маржан? Мен нанға қосып жегем, бірақ оған қант қосып жек көргем. Мен қосып жек көргем. Қант қосып жек көргесің ба? О, мен оны білмейді екенмін, сен қашан жек көргесің оны? Бірақ бұл баяғыда ондай болған деп ойламаған ғой. Өзі ойлап жасаған. Жасаған ба? Бұрында сіз кішкентай кезіңізде Давай, кетті, былай болады. Мына жерде заманауи тамақтар деп қояйын да. Мына жерде біздің старый ескі тамақтар, заманауи тамақтар. Соны былай таңдайсыңдар, иә? Алма кетті домалап, көше бойын жағалап деп, иә? Солай таңдаймыз, иә? Любой бір жерден бастайсыңдар да? Иә, соған не қыламыз? Сол дұрыс шығар. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойына шығады. О, Булочка. булочкаға түсті. Булочка насты. Мхм. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойына шығады. О, бургерге түсті. Нұрисламдікі. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алғаны табады, сол ойына шығады. Коржикке түсті Нұрисламдікі. Маржан. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алғаны табады, сол ойына шығады. О, пиццаға түсті. Енді қайтадан. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алғаны табады, сол ойына шығады. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алманы табады, сол ойына шығады. Бірақ маған сол қызық болды. Мына қызық. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алғаны табады, сол ойына шығады. О, чикен. Інжу бөлісесің ба? Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алғаны табады, сол ойына шығады. Оны санамай-ақ кете бер да. Үшеуі ғана қал. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алғаны табады, Сол ойынан шығады. О, пиязынан. Пиязынан жегің кеп тұр ма? Қызық Алма тұр ма? кетті домалап, көше бойын жағалап, кім алғаны табады, сол ойына шығады. Пицца. Енді анау кім інжудікі. Інжудікі болды. Інжудікі лаваш. Ал енді давайте. Кімде қанша зат бар? Кімде заманауи зат, кімде Менің үшін екі заманауи бар. Мама, менде екі заманауи, ал көрші болса заманауи және екі жаққа да ортаға. Екеуі заманауи, біреу старый. Старый. мынау менде ескі замандікі, мынау екеуінде де ортақ. Бұрынғы замандікі, мынау қазіргі замандікі. Сенде екеу ақ болды ма? Жөн, сен кішен жоқ. Менде үшеу болды. Бірақ мыналар жеке-жеке санаған кезде мыналар 10 болатын, а мен 10 болдым. Күшті.
Қызық болды ма? Иә. Енді дәмін татып бөлісеміз. Қандай болды дәмдер? Ұнады ма? Бұрынғы біздің кезіміздегі тамақтар жеп көріңдерші. Бұрынғы кездеріңіз. Ама мен жесем бола ма? Болады. Бұрынғы кез қызық болып тұр енді. Қалай, Еркебұлан? Сол сияқты. Сол сияқты ма? В общем, ол жерде құрамында ше пиязды ашып майға қуырып кішкене тұз қосылған болды. Нанға. Зор. Күшті ма? Ой, мана қарамай деген шығып еді отырады, сонда шоколад. Соның дәміне ұқсайды екен. Песок қосылған сары. Булочка ұнады ма, қызым? Тархунды ішіп көреміз ба? Иә. Қонақ келді, қонақ. Үйдің ең келесі Арман. Так, жейтін не бар деді ғой? Көптен төте екен, онда біз төтеміз бөліп жейміз. Неге ше? Арманғана булочкаңнан бөліп бересің ба? Видеомыздың соңын келтірдім. Бұның су ішкісі келіп тұр ау. Бутылкасына құйып берейік та. Кокосо, кокосо, мокосо. Ей, жаным. Несінде компьютер екен. Арман, кел. Ішпеймін дейді. Оған анау қызық болып тұр ғой. Қызы түсінемін. Иә. Сау болыңдар достар. Ал, давайте жейміз, ішеміз, жеп аламыз дәмді тамақтарымызды. Иә, Арман, иә.